Ассалаумалейкум, құрметті миллионерлер, сіздермен бірге мен Зейқұмбет арнасына бірінші кірсеңіздер лайк, подпискаңызды басып отырыңыздар. Егер білмеген болсаңыздар, мен кеше ғана өзімнің телеграм каналында жаңа хайп проектіге кірдім деп ақпарат берген болатынмын. Былай айтқанда 3-ші уровеннен 9-ші уровеньға дейін кірдім, сатып алдым былай айтқанда тарифтерін. Енді бүгін маған уже табыс түсіп бастады. Қазір осы жайлы сізге қысқаша ақпарат беремін, және онымен қоса кейбір жерде айтылмаған ақпараттарды айтатын боламын. Сол себепті видеоға лайк басамыз, комментарий жазамыз, ал біз видеомызды бастаймыз. Сонымен достар, қазір видеоны жалғастырмай тұрып сіздерге маңызды дисклеймер. Бұл проектіге біз соңғы ақшамызбен кірмейміз, кредит алып кірмейміз және қарыз алып кірмейміз. Бұл проект өте высокорискованный, сол себепті любой уақытта бір нәрсе болып қалуы мүмкін. Осыны есте ұстаңыздар. Сонымен достар, бұл проект жайлы қысқаша айтып өтейін. Бұл проекттің аты Express Smart Gain деп аталады. Бұл Binance Smart Chain желісі арқылы жұмыс жасайды. Онымен қоса бұл жерде бұл проекттің жұмыс жасау жүйесі смарт контрактпен байланысты. Бұл дегеніміз сіздердің салған ақшаларыңыз автоматты түрде уже смарт контрактқа енеді, и табыс та сол смарт контракт арқылы түсетін болады. Мысалы, делік сіздер осы жерден бір уровень сатып алдыңыздар, сіздерге табыс түсті, ол табыс сіздерге автоматты түрде кнопка выводсыз прямо өзіңіздің MetaMask кошелегіңізге түседі. Мен қазір өзімнің MetaMask кошелегімді көрсетейін. Маған MetaMask кошелекке прямо осы жерге түсіп отырады табыс. То есть вывод басып немесе біреуді күтіп қажеті жоқ. Осы смарт контракттың артықшылығы осы болып табылады. Қазіргі уақытта бұл проектіге примерно, мен қазір жақтан қарап жүрейін, 37.565 адам тіркелген. Осыдан 2 күн бұрын ғана мен тіркелген кезде 9 адам болатын. 9 адамнан уже қанша есе қазір адам көтерілді. Егер сіздер білмеген болсаңыздар, осы Express Smart Gain-нің шығарған адамдар, то есть админдері, осы Форсаж деген тоже хайп проекттің админдері болып табылады. То есть олардың авторитеттері бар. Яқта көріп отырсаңыздар, бізде Форсажда, мен қазір яқтан адамдардың санын көрсетейін, бізде Форсажда 348.193 адам шақырған екен. Міне, ал бізде ана Экспрессте бар жоғы қазіргі уақытта 37.000 адам. Егер осы адамның хоть жартысы болса да Экспресске кіретін болса, онда Экспресс бірнеше ай тағы да жұмыс жасау мүмкін. Сол себепті осындай да нюанстар бар. Онымен қоса мен жақында бір ақпарат естідім. Осы админдерге Виталик Бутерин прямо айтқан екен, осы проект бір эфириум желісімен жұмыс жасаған кезде эфириум желісінің газ дейді ғой, комиссиясы өте қатты көтеріп кеткен болатын. Сол кезде Виталик Бутерин бұларға айтқан екен, білейін, сендер үшін осы комиссия көтеріліп кетті деп. И осы админдер Виталик Бутеринге айтқан екен, эфириум 2.0 жаса, сол кезде комиссия азаяды депті. Сондай деңгейдегі админдер осы проектіні шығарып отыр. Сол себепті кішкене болса да бұл проектіге және бұл админдерге доверие бар. Енді қараңыздар, мен өзімнің табысымен сіздермен бөліскім келеді. Өзімнің телеграм каналымда мен пост шығарған болатынмын. Ол посттың қазір шыққан уақытын көрсетіп жіберейін сіздерге. Примерно мен постты бұл жерде, так, мынау бірінші пост, так, мынау пошагово не, мынау, міне, бірінші постты мен, так, мынау жақта бізде 9-шы уровень бастаған болатынмын. Бұл 3 апрель. То есть 3 апрель күні сағат кешке жақын мен алғашқы өзімнің тарифімді сатып алған болатынмын. Бүгін 5 апрель, арада 2 күн өтті. Менде уже 3.16 BNB. То есть мен 9-шы уровень сатып алдым. Одан кейін маған қатты бұл ұнады. Сосын барып мен уже 3 уровеньнен бастап 9-шы уровеньге сатып алдым. Бірақ бұл жерде уровень сатып алған кезде бір басты маңызды ақпарат бар. Қараңыздар, бұл жерде басты маңызды ақпарат, егер сіздер бірақ уровень сатып алсаңыздар, любой, яқта 16-дан 3-ке дейін любой уровень сатып алсаңыздар болады, ал 2-ші уровень мен 1-ші уровень әлі ашылған жоқ. Бұл жерде бізде 2-ші уровень 12 сағаттан кейін ашылады, ал 1-ші уровень бізде 3 күннен кейін ашылады. Сол себепті бізде бұл жерде ертерек ақша табуға уақыттарымыз әлі бар. Мен сіздерге қазір 10-ші уровень мысал келтірейін. Мен осы бүгін таңертең 10-ші уровеньді сатып алдым. 10-ші уровень сатып алған кезде сіздерде қара осындай загрузка болады. Бұл қара загрузка болған кезде сіздерге табыс түспейді. Осы қара загрузка, яқта қазір менде 76%, жоқ 76 ма? 76% болып тұр. Осы 76% яққа до конца жетіп 100% болған кезде басынан бастап загрузка болады. Сол басынан бастап загрузка болған сәттен бастап уже табысты түсу шанс көбейе бастайды. Міне, осындай разноцветный загрузка болады. Осы разноцветный загрузка барысында сіздерге кез келген жерінен, мынау жақтан болсын, мынау жақтан болсын, мынау жақтан болсын, мынау жақтан болсын, табыс түседі. Менде мысалы мынау жақта логотип тұр, Binance логотип.
осы жерде маған табыс түскен болатын. Табыс түскенін көру үшін сіздер мына жақта қарайсыздар, мына жерде бізде табысты көрсетіп тұрады. Ал мына жақта бізде партнерский бонус тұрады. Мен мына жақтан төмен түсіремін, мына жақта бізде табыс осы жерден түсті. Мына жақта міне табыс түскенім және мына жақта бонус тұр. Міне осылай кете береді. Онымен қоса сіздер егер бірақ уровень алсаңыздар, сіздерге табыс 2 рет түседі. Бірақ сіздер бұл табысты без ограничения алам десеңіздер, онда келесі уровеньді сатып алу керексіздер. Сол себепті мына жақта кем дегенде 2 уровень алған дұрыс. Мысалы сіздер 10 уровень алдыңыздар, табыс 2 түсті, то есть 2 табыс түсті, сосын жабылып қалды. Сосын сіздер 11 уровень аласыздар, и сіздерге 10 уровеньнен без ограничения табыс түсетін болады. Ал 11 уровеньнен сіздерге 2 рет ғана табыс түсетін болады. Сөйтіп кете береді. Достар, сіздерге видео барысында тағы қосымша сұрақтарыңыз туындауы мүмкін. Сол себепті без проблем менің телеграм каналыма кіріп, сол жақтан өздеріңіздің сұрақтарыңызды қойып отырсаңыздар болады. Енді бұл проектті біз қалай регистрация жасаймыз? Қазір сізге өте қарапайым мысал келтіремін. Сіздерде әрине компьютер арқылы жасасаңыздар, MetaMask қолдансаңыздар болады, телефон арқылы Trust Wallet немесе MetaMask-тың приложениесін қолдансаңыздар болады. Енді қараңыздар, бұл проектті біз қалай регистрация жасаймыз? Мен сілтемесін видеоның астына қоятын боламын. Сол видеоның астындағы сілтемені скопировать немесе менің телеграм каналымдағы ссылканы скопировать. Сосын ол ссылканы мына жаққа Google-ға қоямыз. Интер басамын. Міне бізге осы сайт ашылады. Мына жақтан инді тексере алыңыздар. 318-367 болу керек. Одан кейін мына жақта біз Play Now-ды басамыз. Әрине, коннект жасау керексіздер MetaMask кошелекпен. Коннект жасалмаған болса, одан кейін біз мына жақтан Play Now басамыз. Мына жақта ID тексересіздер. Осылай болу керек ID сіздерде. Одан кейін мына жақта біз астыдан өзіңізге керекті уровеньді сатып аласыз. Әрине, ақшаңыз жеткенше. Мына жақта ең минималды қазіргі уақытта 0.1 BNB, ол примерно бір 40-50 доллар шамасында сатып алдыңыздар. И в принципе болды. Мына жақтан біз Check Again-ді басамыз. И сіздерге прямо қазір сіздерге көрсетейін. Сатып алғаннан кейін сіздерде осылай мен сияқты сор загрузка пайда болады. Сор загрузка пайда болады, одан кейін загрузка бітеді. Загрузка біткеннен кейін сіздерге уже цветной загрузка болып, уже табыс түсіп бастайды. Табыс примерно сатып алғаннан кейін 24 сағаттан кейін түсіп бастайды. Сол себепті сіздер мысалы 3 апрель сатып алсаңыздар, табыс сіздерге 4 апрель түсіп бастайды. Міне соны біліп алыңыздар. Және достар, бұл жерде адам шақыру не обязательно, то есть бұл жерде адам шақырмай басты табысымыз бізде осы уровеньнен түседі. Әрине, адам шақырсаңыздар болады, бұл жақта 3 уровень бар, адам шақырсаңыз. Бірінші уровеньнен 13% түседі, екінші уровеньнен 8% и үшінші уровень 3%. Бірақ қараңыздар, мен адам шақырғаннан гөрі осы уровеньнен көбірек табыс тауып жатырмын. Себебі мен адам шақырғандарын есептеп қарасам, примерно адам шақырғанның барлығын қосқанда мен 0.1 ғана BNB тапқан болатымын. Ал жеке осы уровеньдердің өзінен мен 3 BNB таптым. Сол себепті бұл жерде адам шақырмасаңыз да болады. Міне осындай қысқаша сіздерге ақпарат бердім. Егер сіздерде қосымша сұрақтарыңыз туындап жатса, онда комментарийға жазып отырыңыздар. Мен сіздерге жауап беретін боламын. Бірақ әрине ұмытпаңыздар, бұл өте высокорискованный, сол себепті соңғы ақшамызға кірмейміз. Сіздерден болған мен Зия Ахмет, келесі жүздескенше сау сәлеметте болайық. Барлығымыз чики-пау.